Бүгінгі біздің тақырыбымыз әйел энергиясы. Мхм. SMS жазып жібердік па? Кім? Гүлжан сізге жазып жіберді ма? Маған жазбады ғой деймін, неге жаздым екен. Бүгінгі тақырыбымыз әйел энергиясы. Бүгінгі тақырыбымыз әйел энергиясы. Мұқият болыңыздар. Осы жерде тып-тыныш отырып тыңдап алыңыздар. Осы жерде отырып тып-тыныш тыңдап алыңыздар. Мен сіздермен бір керемет жаңалықпен бөлісемін. Біз бұл уақытқа дейін әйел энергиясын көтеру үшін банально бір дүниелерді жасау керек деген әңгімені естіп жүрдік, солай ма? Алиса, пожалуйста, потише. Бірінші чакраңмен жұмыс жаса. Адамдар сіз арқылы результат көріп жатыр, бірінші алға. Әрине. Мынандай дүние бар. Біз бұған дейін әйел энергиясын көтеру үшін банально дүниелер жасап келдік. Табиғатпен бірге бол, нәзіктікті көтеру үшін женственно сөйле, женственно бол, нәзіктік бойындағы энергияны көтеру үшін өзіңді сүй, өзіңді құрметте, өзіңе қалағаныңды алып бер деген дүниелерді айтып келдік. Барлық коучтар, психологтар осы уақытқа дейін осы дүниені айтып келді. Енді бір қызығы, олардың барлығы емес, бірақ нәрсе, бір құпия ашылды. Бір құпия ашылды. Әйел адам өз энергиясын көтеру үшін жай ғана, тыңдасаңыздар шок боласыздар, естісеңіздер, жай ғана ер азаматты сыйлау керек. Ер азаматты, ол ер мінезді адам, ол ер, ол бәрібір мықты деп мойындай білген кезде ғана адамдар, әйелдердің энергиясы көтеріледі. Әлемдегі болып жатқан темір техникалар, пойыз болсын, самолетіміз болсын, машинамыз болсын, оның барлығы еркектердің, ер азаматтардың күшімен жасалып жатыр. Біз әйел адамдары батпақ басып жүрмесін деп асфальттар, тротуарлар, оның барлығын ер азаматтардың күшімен жасалып жатыр. Түнде жарық қойып жатқан ер азаматтардың күшімен жасалып жатыр. Зәулім үйлер. Сіздердің қазіргі тұрып жатқан үйлеріңіз, оның барлығы ер азаматтың күшімен жасалып жатыр. Оны ешқандай әйел адамдар жасап жатқан жоқ. Сіздер жеп жатқан жемістеріңіз, жеп жатқан көкөністеріңіз, олардың барлығы ер азаматтың күшімен жасалып жатыр. Белгілі бір жерлерде, мүмкін оңтүстік жақта, мүмкін басқа да жерлерде ол әуелі жер жыртылады, дәні егіледі, ол уақытымен суарылып отырады, оны комбайны бар, оны ору бар, оны жинау бар, астық, оның барлығы ер азаматтың күшіменен сіздер дүкеннен жай ғана әдемі туфлилеріңізді киіп, әйелдер ақшаларыңызды беріп ала саласыздар. Біз сондай үлкен дүниелерді жасап жатқан ер азаматтың күшін мойындауымыз керек, қабылдауымыз керек. Сіздердің үйлеріңіздегі жиһаздар, кім қалада тұрады, кім ауылдық шаруашылықта тұрады, барлық күш, жалпы күш, ол ер азаматтарда, ерлерде. Ер азаматтың мықтылығын мойындағанда ғана, ер азаматтың күшті екенін мойындағанда ғана, біз әйелдердің энергиясы көтеріледі. Сіз таныңыз, мейлі сіз танымаңыз. Мысалы, жүргізушілер 90% ер азаматтар. Сіздің қалаған жеріңізге апарып тастайды. Такси болсын, ол автобус болсын, самолетте отырған жігіттер болсын, оның барлығын ер азаматтар жасап жатыр. Сондықтан да біз соңғы уақыттағы
мынау әлеуметтік желі арқылы екіге бөлініп жатқан халық арасында ә, әйелдер өз ер азаматтарынан күдіктеніп күмәнданып, еркектің бәрі сондай, оңбаған, болмаса жаңағы сатқын, олар қатыгез деген секілді стереотипті біз не істеуіміз керек, бұзуымыз керек. Бұл қандай да бір белгілі бір күштердің, бұл көзге көрінбейтін эгрегор деген күштер болады. Көзге көрінбейтін үлкен күш. Сол ұлт аралық ішінара халықтың ішінен екіге бөлу процесс жүріп жатыр. Көп адам түсіну керек, бұл жоғары жақтағы көзге көрінбейтін тылсым күштің жаңағы ер азаматты жақтырмау, ұнатпау, қабылдамау салдарына жасалып жатқан күш екенін түсінулеріңіз керек. Сіздер әлеуметтік желіде оқып жатқан біреудің тағдыры үшін үйіңіздегі отағасын, болмаса ағаңызды, болмаса әкеңізге деген көзқарасыңыз өзгеріп кетпесін. Ол оның тағдыры деп түсініңіз. Ол оның тағдыры. Ол оған соған лайық болды. Ол сондай қарым-қатынасқа лайық болды. Бейсаналы адам сондай қарым-қатынасқа өзі лайық болады, бірақ өзі білмей қалады. Әдейі істемейді де, бірақ бейсаналы қалап тұрады соны. Сондықтан да ол оның наным сенімі, оның миссиясы, оның тағдыры деп түсініңіздер. Кез келген әлеуметтік желіде болып жатқан, кеш жарық, сәлеметсіздер ме? Әлеуметтік желіде болып жатқан екі жаққа әйел теңдігі мен ер азаматтың теңдігі екі жаққа айырып жатқан уақытта сіздер, мен сіздерден өтініп сұраймын, таныңыздар, кімнің жанында өмір сүріп жатырсыз, және олардың артында қандай күш бар. Бізге осы Қазақстан деген картаны сызып беру де ер азаматтардың күші. Артында үлкен күш тұр, ол ер азаматтардың күші. Қазақстан деген ұлтта тұрып отыруымыз, картаны сызып беруіміз, біздің шекарамыздың болуы, біздің төл теңгеміздің болуы, біздің ел таңбамыздың болуы, әнұранымыздың болуы, бұның ар жағында үлкен ер азаматтардың күші тұр. Бұл жерде әйел азаматтардың күші емес. Әйел азаматшалар тек үйде өзінің баласына, өзінің, сол айтады ғой қазақта, мықты еркектің артында бір мықты әйел тұрады дейді. Ол мықты еркек, бірақ сен ар жағында тұрған мықты әйел өзінің мықтылығын көрсетпейді, ол нәзік, ол көрінбейді, бірақ ақырындап айтып отырады. Мысалы, жер үйде тұратын менің өзім ана жерді жасау керек еді, мына жерді жасау керек еді деп жай ғана айтса, мен оны өзім істей алмаймын. Мен ол дүниені істей алмаймын. Мен оны батпағы болсын, стяжкасы болсын, мен араластыра алмаймын. Оған міндетті түрде менің жолдасымның күші керек. Бірақ менің ойымдағыдай, сол мен қалағандай дүние шығады. Бірақ оны кім істеді? Менің ер азаматым, яғни оның күші, оның мықтылығы істеді. Ал тура соны неге мен істей алмаймын? Әйелдер істей алмайды. Әйелдер жай ғана көзбен тояды, соның істеген болғанын қалайды, жасалғанын қалайды. Біз қайталап айтамын, ер азаматтардың артында үлкен күш бар екен, оның мықты екенін қабылдағанда ғана әйел адамдардың энергиясы көтеріледі. Әйел адамдардың энергиясы белгілі бір өзін жақсы көріп, болмаса бір қандай да бір банально сіздер әбден біліп алған техникаларды емес, бір ғана дүние бар. Ер азаматтың ер екенін мойындау. Және ол үйде жүрген балаңызда, ол болашақ ер бала. Мысалы, балаңызға байқайсыздар ма, балаларға батырым деп сөйлейді. О, батырым, кел, о, батыр келе ғой, батыр кіріп келді, батырымыз келді деген сөзді балаға сөз тіркесі ретінде батыр деп сөйлейді. Бала сол сөзден мен ермін, мен мықтымын, мен күштімін деген энергияға, яғни асан кісі дейді ғой, омыртқасы түзеледі. Мен ермін, мен мықтымын деген. Сол баланың артындағы не анасы, не апасы батырым келді, батыр келді, кел батырым отыр, кел батырым жата ғой деген секілді сөздер айтқанда, бала батырмын деген сөз тіркесімен өскен кезде, бала өзінің мықты екенін, күшті екенін бейсаналы іштей не істеп жүреді,
өзіне тоқып жүреді. Ол бала өсе келе, мен батырмын ғой, менің қолымнан келеді ғой, мен күштімін ғой, мен мықтымын ғой, мен жасампазбын ғой деген наным сеніммен өседі және соған сай өмірін жалғастырады. Оны батыр екенін сезіндірген кім? Үйдегі әйел адамы. Сен батырсың, сенің қолыңнан келеді, сен мықтысың, сен жасай аласың, сен жасампазсың. Сен жасамасаң кім жасайды? Сенің күшің жетпеген жерге менің күшім жетпейді. Не деген керемет жасадың, мейлің деп мақтап қолпаштап отырсаңыз, ер азамат кез келген бала болсын, ініңіз болсын, жолдасыңыз болсын, ағаңыз болсын, иә, яғни оның күшті екен, оның мықты екен, оның жасай алатынын үнемі айтып отырсаңыз, тағы да не істесем болады сен үшін деген міндетті түрде ол кісіде ой тұрады. Тағы да қуанту үшін не істесем болады, сені риза ету үшін мен не істесем болады деген не тұрады, сондай алға ұмтылу тұрады. Егер де біз ер азаматқа сен сондайсың, сен мынандайсың, сенің қолыңнан келмейді, сен ақ сондай, сен ақша таппайсың, елдің күйеулері ананды бүйтіп жатыр, елдің күйеуі бүйтіп жатыр деп салыстырсаңыз, тем более ең жаман сол. Біреудің еркегімен салыстыру ер азаматқа өте ауыр. Өте ауыр. Ол балғамен балталап шауып тастағанмен тең. Оның рухын шауып тастағанмен тең. Әлсірейді. Қандай сөз? Ол үнемі сондай жаман сөздерді естіп өскен, естіп өмір сүріп жатқан ер азамат, мен істей алмаймын, менің қолымнан келмейді, бәрібір менікі ұнамайды, мен бәрібір не істесем де көрмейді деген түсінікпен өмір сүреді. Ал сәйкесінше сіз де сондай адаммен өмір сүресіз. Сіз одан сайын ашуланасыз. Неге сен жасамайсың, неге сен диванда жатсың, сен неге алға жылжымайсың, сен неге ақша таппайсың, неге сен аз ақша табасың деген секілді. Әйелдер не істейді? Ер азаматтар түсірген кезде, қазақта сөз бар, әйел адам жақсы еркекті төрге отырғызады. Жалпы еркекті төрге отырғызу да, анау босағаға отырғызу да әйелдің қолында. Егер де сіз үнемі төмендете берсеңіз, намысына тиетін сөздер айтсаңыз, үнемі сондай өткенін есіне салып, сен әйелдерге көзің қырың саласың, сен тоймайсың, сен тойымсызсың деген секілді намысына тиетін дүниелерді айта берсеңіз, өткеніндегі қателігін есіне түсіріп, қайта есіне сала берсеңіз, ер азамат алға қарай өспейді. Бәлкім мені тыңдап отырған сіздердің ішіңізде күйеуіңіз өткен шақта басқа әйелге көз салған шығар, мүмкін жүрген де шығар, қазір бірге тұрып жатқан шығарсыз, бала үшін кешірген шығарсыз, бірақ сіз бетіне айтпасаңыз да іштей бәрібір ашуланып тұрасыз, іштей сөгіп тұрасыз. Сен кезінде мені алдағансың, сен кезінде мені көзіме шөп салғансың деп шайыңызды ашуланып бересіз. Есіңізге түсіп кетсе, тамағыңызды жынданып жасайсыз. Есіңізге түсіп кетсе, өзіңізден өзіңіз бұлданып шыға келесіз. Бұның барлығын ер азамат сезеді, қатты сезеді. Ол алға қарай ұмтылмайды, алға қарай шықпайды. Егер де сіз кешірдім дедіңіз ба, кешірдім деп қазір бала шаға үшін деп өмір сүріп жатырсыз ба, онда түбегейлі кешіруіңіз керек, жүрекпен кешіруіңіз керек. Жүрекпен кешіре алмайсыз ба, онда маған терапияға жазылыңыз. Мен ауызбен айттым кешірдім деп, бірақ жүрекпен кешіре алмай жатырмын, ойыма түсіп кете береді, әлі де бір жерге шықса күдіктенемін, бір жерге шықса күмәнданамын, бір кешігіп жатса әлі де күдіктенемін, күмәнданамын деген болсаңыз, бұрынғыдай жүріп жүрген шығар, бұрынғыдай қылығын қайтадан бастаған шығар деп ойлаймын, күдіктенемін дейтін болсаңыз, маған терапияға келіңіз. Бұл күдік, күмән тұрған кезде сіздер бақытты өмір сүре алмайсыздар. Бақытты өмір сүру дегеніміз не? Әйел бақытты өмір сүру үшін, әйел ер азаматсыз да бақыт деген не екенін іштей түсіну. Және ер азаматта әйелсіз де бақыт не екенін іштей түсіну. Әр адам индивид, әр адам тұлға. Ол бақыт әйелге байланып қалған жоқ, бақыт еркекке байланып қалған жоқ. Бақыт балаға да байланып қалған жоқ.
бақыт тек өзіңде. Кокон дейді, жалғыз өзіңнің ішінде, мынау жұмыртқаның қабығы секілді қабыршақта сен ғана өмір сүресің. Бақыт соның ішінде, сенің ауырыңда, сенің әлеміңде, ішкі әлеміңде. Сенің мына екі алақанда сенің басыңды былай ұстаса, сенің басың тұнып тұрған бір әлем. Бүткіл әлем сенің басыңда. Сен сол әлемнің ішінен бақытты тауып арқылы бақытқа шығу, өзіңді өзің тану арқылы бақытқа шыңға шығу болмаса, бақытсызбын деп төменгі астралды әлемге түсу сіздің әлеміңізде жатыр. Басыңыздағы әлемде жатыр. Сол үшін мені тыңдап отырған әрбір жан, ер азамат болсаңыз да, әйел азамат болсаңыз да, бүгінгі тақырып әйел энергиясын көтеру болғандықтан кейін қозғап жатырмыз. Яғни әйел адамдары энергиясын көтергісі келсе, бірақ нәрсе. Мүмкін ол таксист болсын, мүмкін ол мойкада жуатын, машина жуатын жігіт болсын, мүмкін ол сварщик болсын, мүмкін ол дворник жігіт болсын, мүмкін ол заправкада бензин құятын жігіт болсын, автобустағы жүргізуші болсын, кассир болсын, кім болса да, мүмкін әкеңіз, мүмкін бауырларыңыз, мүмкін ағаларыңыз, үйіңізде кішкентай 3 жастағы бала болса да, ер деп мойындаған кезде, күшін қабылдаған кезде ғана сіз әйел энергиясына көтерілесіз. Менің басымда мынандай оқиға болды. Бір күні мен Алтын Ордадан өзімнің үйіме қарай такси ұстап тұрдым Алтын Ордадан. Сонда адам деген ығы-жығы өте көп, күн салқындау болатын. Бір такси келіп тоқтады, тура алдынан тоқтады. Мен ол кісінің алдынан өтсем, жанына отыратындай болып қалдым. Ол рөлі, яғни мына неде, сол жақта екен, оң жақта екен. Мен айналып отыруым керек болды. Сол кезде мен ол кісінің алдынан өтпей, машинаның алдынан өтпей, артынан өттім де, сөйтіп барып отырдым. Ол оқиғаға біраз жыл болды, бірақ менің әлі күнге дейін санамда. Сонда сол ер кісі көзіне жас алайын деп жылармандай болды. Бірақ маған айтты: қарындасым, бір сұрақ қойсам бола ма? Сен жаңа менің былай өтейін деп тоқтап қалдың да, бірақ артқа қарай кетіп қалдың. Мен айнамның артынан қарасам, сен мына жағынан келе жатырсың. Бұның сыры неде деді. Сосын мен айттым: аға, мен ешқашан ер азаматтың алдын кесіп өтпеймін. Я, сіз шоферсіз, я, сіз жүргізушісіз, мен әйел азаматым. Мен сіздің жасыңыз менен үлкен ба, менен кіші ма, оны да білмеймін. Бірақ жалпы сізді ер азамат деп сыйлап, мен сіздің алдыңыздан кесіп өтпей, мына машинаның артымен келіп отырып жатырмын дедім. Сонда ол кісі айтты: әңгімеден әңгіме шығып кетті, осындай рухани әңгіме. Біз үйге жеткенше рухани әңгімелесіп келдік. Сонда ол кісі айтты: мен бұрын еститінмін, 2 қабат әйел келе жатқан кезде алдынан кесіп өтуге болмайды. Неге дегенде, өйткені мен ол 2 қабат әйелдің ішінде мүмкін болашақ бір ер азамат бар шығар. Сол үшін де ол 2 қабат әйелдің алдынан кесіп өтпе дегенде естуші едім дейді. Мен айттым: иә, өте дұрыс. Өте дұрыс. 2 қабат әйелдің де алдын кеспейміз, өйткені оның ішіндегі баласы мүмкін болашақ ер бала болатын шығар. Енді қараңыз, сіз үшін дым емес шығар, бірақ күре тамырыңнан да жақынмын деген Алла Тағала сіздің ішкі ниетіңізді оқып тұрады. Мен мынаны кесіп өтпеймін, болашақ ер бар шығар деген ниетіңіз жылдам Аллаға барады. Ниет барады, жылдам. Сол ниетіңіз, өзіңізді құрмет еткен ниетіңіз жылдам барғандықтан, сол ниетіңізге сай карма заңдылығына аласыз. Карма заңдылығы өзі 2 түрлі болады. Қарымта заңдылығы дейді оны. Сенің негативті ниетіңнен туындаған қарымта, болмаса позитивті ниетіңнен туындаған қарымта. Егер де сен жаман ниетпен істесең, бір
өзіңнің пайдаң үшін ниетпен жасасаң, құйтырқы іс-әрекеттермен ниетіңмен жасайтын болсаң, онда ол сол құйтырқы дұрыс емес мінезің ниетіңе сай соны қарымта яғни қарымтасын аласың, сен соны қайтарымын аласың. Егер де позитивті ниетпен жасасаң, мысалы позитивті ниетіңмен қонақ күтсең, позитивті ниетіңмен жұмысқа барсаң, позитивті ниетіңмен сөйлессең, позитивті ниетіңмен жұмыс жасасаң, онда сен соның қарымтасын аласың. Егер де мысалы тағы бір анықтап айтайын, қарымта дегеніміз карма заңдылығы дегеніміз не? Мысалы бір жұмыс жасайтын болсаңыз, мысалы бір дүкенші делік сізді бір дүкенші делік, дүкенде жұмыс жасап тұрсыз, бірақ сол жұмыс жасап тұрған кезде мына кісіден пайда алайыншы, көбірек пайда алайыншы, көбірек ақшасын түсірейін деп, мынау да жақсы, мынау да күшті, мынау сізге мынау болады деп, сапасын білмей, санын білмей, болатын болмайтынын білмей, әшейін товарым өтсін деп сатып, ниетіңіз ақшаны алып қалу ғой, ол кісіден көбірек алып қалу ғой, сондай ниетпен беретін болсаңыз, бұл сізде қандай ниет жүріп тұр? Алдау, арбау ниеті жүріп тұр. Сәйкесінше сіз де алданасыз, сәйкесінше сізде бір арбайды, алдап кетеді. Неге сіз ойлайсыз, неге мені мошенникке алданып қалдым, неге мені болмаса біреу алдап кетті, неге мені товарға алдап кетті, неге мені алып беремін деп алып бермей алдап кетті, туысқаным маған кредит алғызып бермей қойды деп сіз жылайсыз. Сіз де ойланып көріңізші, бір күндері алдағансыз. Бұл қарымта заңдылығы болып өзіңізге қайтып келіп тұр. Тура солай позитив жағынан да. Егер дүкенші алдыңызға келген кісі, балам сыйлыққа бара жатыр едім, қонаққа бара жатыр едім, сыйлыққа не алсам болады деп, сіз ақшасы болса болды ғой деп, ананы тыққылап, мынаны тыққыламай, тәте қанша сумма ақшаңыз бар, қанша суммаға мен сізге дайындап берейін, қанша жастағы кісі деп, шын жүрегіңізбен өзіңіз алып баратындай жан тәніңізбен сол сыйлықты дайындап берсеңіз, бұл сіздің қандай ниетіңіз болып табылады? Жақсы, нұрлы ниет болып табылады, позитивті. Сәйкесінше сізді де тура солай қуантатын, тура сізге лайықты сыйлық әкелетін сондай адамдар алдыңыздан кезген. Қарымта заңдылығы деген осы. Сонымен қыздар, біз әйел энергиясын көтеру үшін тек қана банальды қандай да бір дүниемен айналыспаймыз. Болмаса эгоның жетегіне кетпейміз, эгоистка болып кетпейміз, эгоның жетегіне кетпейміз, жай ғана теңдік, яғни адам ата, тарихқа қарасаңыздар, адам ата 300 жыл бұрын Хауа анадан бұрын келді. Одан кейін барып 300 жылдан кейін қабырғасынан Хауа ана келді. Онда бірінші дүниеге келген адам ата болатын болса, адам атаны не істейміз біз? Сыйлаймыз, құрметтейміз. Оның жынысы не? Жынысы ер. Тура солай біз қазіргі балаларды болашаққа ер ғой бұл. Оның ойын, сөзін, істеген іс-әрекетін, жұмысын шеге қағып берсе де, молодец, күшті қағыпсың. Сіз үшін картоп, қызанақ, білмеймін, сәбіздерді дүкеннен әкеп берсе, сіз үшін көтерісіп берсе, рахмет, рахмет, жай ғана рахмет. Үстелді жылжытып берсе, сіз астын пылесостайын деп жатырсыз, жай ғана жылжытып берсе, рахмет. Люстраны қағып берсе, рахмет деп айта білсеңіз, үйренсеңіз рахмет айтуды. Кейбір кісілер былай ойлайды екен, бір үйде жүрміз ғой, несіне рахмет айтам? Бір үйде жүрміз ғой, несіне амандасам? Жоқ. Жаңа күн, жаңа адам. Қайырлы таң. Қалай ұйықтадың? Ол сөзді айту кейбір кісілерге қиын. Көшенің сөзімен айтқанда западло. Айтқысы келмейді. Бір үйде тұрып жатырмыз ғой, неге үшін оған рахмет айтам? Бір үйде тұрып жатырмыз ғой, не үшін амандасам? Балаңыз сізге
қайырлы таң деп айтуды үйретіңіз. Айтпаса, білмеймін, сіз балаңыз үшін авторитет адам емессіз. Балаңыз сізбен таңертең тұрғанда мама қайырлы таң деп айту керек. Ол айтпаса, сіз үйретіңіз. Әдепкі уақытта сіз айтыңыз, балам қайырлы таң. Бала бір күні өзі айтатын болады. Сіз 10 рет айтыңыз, 10 күн бойы. 11-ші күн дегенде бала өзі айтатын болады сізге. Сіз жолдасыңызға қайырлы таң деп 10 күн айтыңыз. 11-ші күн дегенде жолдасыңыз сізге қайырлы таң деп. Қалай ұйықтадың, қалай жаттың, қандай түс көрдің деп таңғы күйді сұрау өте маңызды. Өйткені ол күн жаңа күн. 2025 екінші рет келмейді. Ноябрь айы екінші рет 2025-те келмейді. Ноябрь 2026 болады. Ол күн қайталанып келмейді. Сол үшін біз не істейміз? Ол күн жаңа күн. Өмір бір-ақ күн. Ол қазір болып жатыр. Өмір өткен шақ емес. Өмір болашақ емес. Өмір дәл қазіргі сәт. Өмір бүгінгі күн. Өмір бүгінгі таңның атқаннан кештің батқанына дейін болды. Біз әр күні бір күн ғана өмір сүріп жатырмыз. Әр күні бір күн ғана өмір сүріп жатырмыз. Осының мағынасын, мәнін түсінесіздер ме? Бұны терең түсіне алатын адамдар түсінеді. Біз бір-ақ күн өмір сүреміз. Бүгін қандаймын? Бүгін эмоциям қандай? Мен бүгінгі кімге пайдам тиді? Кімге мен көмектесе алдым? Мен мына ғаламға қандай үлес қоса алдым? Эволюцияның дамуына қандай күш салдым? Кімге жай бірақат қуаныш сыйладым? Мүмкін балаңа, мүмкін жолдасыңа, мүмкін жұмыстағы коллективтегі қыздарға, мүмкін туысыңа, сәлеметсіз бе, қалдарыңыз қалай деп кімнің хәлін сұрадың? Сен бір-ақ күн өмір сүресің. бір күн. Өмір бүгін ғана. Ол қайтып келмейді. Ертең бола ма, болмай ма белгісіз. Ертең болып жатса, мен тағы да бір күн өмір сүремін. Түсінікті ғой қыздар? Мен түсіндіре алдым ба сіздерге? Өте жақсы. Сонымен қыздар, әйел энергиясын көтеру, ердің ер екенін, күшін, мықтылығын мойындау. Енді бірақ мен айтпаймын сіздерге, бұл мынандай мағынада емес. Оның асты үстіне түсіп, жаңағы отымен көріп күлімен шығу керек деген мағынада айтып тұрған жоқпын. Мен ондай мағынада айтып тұрған жоқпын. Болмаса, оның деген жасай беру керек, айтқан жасай беру, соған көну керек, көнбіс болу керек деген мағынада айтып тұрған жоқпын. Жай ғана екеуі де емес. Екеуі де емес. Мейлі ол қандай ер азамат болсын, сіз үшін бір сорлы, сіз үшін бір оңбаған, сіз үшін бір сондай ақымақ ер азамат шығар. Жай ғана сол берген неңізден бөлек, сондай берген образыңыздан бөлек, жай ғана оның артында күш тұр, сила, мықтылық тұр. Бірақ ол күшті, ол жігіт қолдана ма, қолданбай ма, ол біздің шаруамыз емес. Ол бізге қатысы жоқ. Жай ғана сол күшті, сен ерсің ғой, сен мықтысың ғой деген күшті силаны қабылдау, болды бізге сол ғана жеткілікті. Бізге жаңағы, мен қайталап өтем, ас үстіне түсіп, болмаса жалпақтап, оны айтқан істеп, оны деген жасап, болмаса ол риза болу үшін бәріне көну дегенді айтып тұрған жоқпын. Ол бөлек тема. Оны айтып тұрған жоқ. Жай ғана, я, сен күшің бар, я, сенің мықтысың дегенді қабылдау. Олай болса, сұрақтарға өтіп кеткен сұрақтарымыз бар ма?